Ашығын айтайық, біздің елде жаңа конституция әзірленіп жатыр. Бірақ билік оны түзету деп атайды. 84%-ын өзгерту түзетуге жата ма? Талқылап көрейік. Қазақстанда конституциялық реформа туралы сөзді алғаш рет билік жаңа саяси жүйе құру деген ұранмен айтты. Президент Тоқаев бұл процесті үш мақсат үшін жасаймыз дейді: елдегі тұрақтылықты сақтау, инвестициялық ахуалды жақсарту және халықтың әл-ауқатын арттыру. Осы реформа аясында конституциялық комиссия құрылды. Комиссияның құрамы билікке барынша жақын тұлғалардан жасақталған. Қараңыз, төрағасы конституциялық соттың төрайымы Эльвира Әзімова, орынбасары президентке тікелей бағынышты бұрынғы мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин, мүшелерінің бірі президенттің құқықтық мәселелері жөніндегі көмекшісі Ержан Жиенбаев. Яғни бұл комиссия формалды тұрғыда тәуелсіз көрінгенімен институционал тұрғыда атқарушы биліктен ажырамаған. Билік жарты жыл бойы қоғамдық талқылау өтті деп мәлімдеді. Электронды платформа арқылы 2000-нан астам ұсыныс түскен. Бірақ бұл ұсыныстардың қаншасы нақты мәтінге айналды, қаншасы ескерусіз қалды, ол ашық айтылмайды. Қоғам талқылауға қатысқанымен шешім қабылдау тетігі бәрібір комиссия мен президент аппаратының қолында қалды. Ұсынылған түзетулер конституция мәтінінің 84%-ын қамтиды. 77 бапқа өзгеріс енгізіледі, 2 жаңа бөлім қосылады, 4 бөлімінің атауы өзгереді. Бұл іс жүзінде жаңа конституция, алайда билік оны түзету деп атайды. Ал жаңа конституция қабылдау деген саяси жауапкершіліктен қашқақтау байқалады. Ең көп сұрақ туғызған тұс билік балансы. Әділет министрі Ерлан Сәрсенбаев реформаны түсіндіре отырып, президенттің негізгі жауапкершілікті өз мойнында қалдыратынын ашық айтқан. Президент вице-президенті, премьер-министрді және бірқатар жоғары лауазымды тұлғаны құрылтайдың келісімімен тағайындайды делінеді. Бірақ егер құрылтай бұл тағайындауларға 2 рет келіспесе, президент оны таратып жібере алады. Бұл жерде формалды тепе-теңдік бар секілді көрінгенімен, шынайы билік шын мәнінде кімнің қолында екені анық байқалады. Яғни құрылтай президентке қарсы тұра алатын дербес институт емес, керісінше келісуге мәжбүр құрылым ретінде ұсынылады. Бұл келісім мәдениетін емес, қысым арқылы келісуді қалыптастырады. Вице-президент институты да өз алдына бір мәселе. Ол саяси партия мүшесі бола алмайды, бейтарап болу керек және кәсіппен, бизнеспен айналыса алмайды. Алайда мұнда да оны кім тағайындайды? Әрине президенттің өзі. Демек саяси бейтараптық қағаз жүзінде ғана қалып, іс жүзінде президентке толық тәуелді фигура пайда болады. Ал президент өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтаған жағдайда, елді уақытша вице-президент басқаруы биліктің бір қолдан екінші қолға емес, сол бір ортаның ішінде ғана ауысатынын көрсетеді. Реформаның соңғы әрі маңызды кезеңі референдум. Билік соңғы сөзді халық айтады дейді. Бірақ халыққа ұсынылатын құжат мыңдаған түзетуі бар күрделі құқықтық мәтін. Оны толық түсініп саналы таңдау жасау мүмкіндігі жоқ сияқты. Қорыта айтқанда, Қазақстандағы конституциялық реформа ауқымды, өте күрделі және сырттай жаңару ретінде ұсынылады. Бірақ оның ішкі логикасына қарасақ, жауапкершілікті жүйеден емес, рәсімнен іздеу басым. Бұл реформа жаңа саяси жүйе ме? Әлде сол ескі жүйенің жаңа мәтіні ғана ма? Оны референдум емес, уақыт көрсетеді.